Бәріңізге үлкен сәлем. Бүгін міне біз үйдің тамағынан жалығып, тамақтануға келдік әдемі бір жерге. Папаларым қайда деп тұрсыздар ғой? Папамыз баяғы жұмыста. Бірақ ертең бола ма? Болады. Әлде болмай ма? Ертең көре жатармыз. Ал астарымыз дәмді болсын. Ішке кірейік. Қарындарың ашты ма? Иә. Ашты, ал. Енді ас мәзірін алайық, е? Не жейміз қазір, таңдайық соны. Сәлематсыз ба? Рахмет. Міне, дұрыс, міне қыз балаға бірінші береді. Ал қараңдар, таңдаңдар. Дұрыс тамақтан туралы ұмытпаңдар. Ал біз, мен филе судака таңдайтын болдым. Қызым мен сияқты таңдап жасап жатыр, анасы сияқты. Балам? Мама, Екі порция бізге. Бәрі тойсам болды ғой. Қайсын жейсің енді? Нан таңдайсашы. Тауықтың етін салатпен бірге, е? Ал, ол балаларға тойса енді сол ең бастысы мақсат болып тұр ғой, қарынды тойдыру. Бірақ қарынды тойдыруға жай ғана болмайды. Міндетті түрде тамақ пайдалы болу керек. Мына баламызға біз тамақ алғанда қазір қайсысын жегіс келеді, 4 тағамның арасынан, соны таңдап жейді. Сенің 4 балаң бар ма? Деген маған сұрақтар жиі қойылады. Я, менің 4 балам бар. Негізі 4-ші ұлымды, Сұлтанды жалғыз ұлым деп ойлайды көп елдер. Негізі менің үлкен ұлым тұңғышым 14 жаста. Бір рет екеуміз дүкенге бара жатқан кезде баламды дүкенге жібердім. Сонда бір үлкен кісі айтады: "Әй, сен ұялмайсың, өзің жас болып алып, ана кішкентай баланы жүгіртесің. Аға, бұл менің балам ғой. Әй, өтірік айтпа, қайдағы балаң дейді, үнің ғой" дейді. Сондай сияқты менде жағдайлар өте көп кездеседі. Құдайға шүкір, ерте күйеуге шыққанның арқасында. Отырғанымыздай, дастарханда ештеңе жоқ, бәрін тауысып тастадық, бауырсақ та бітіп қалды. Өте дәмді болды ғой? Иә. Ұнады ғой бәріне? Иә. Ал ертеңгі күніміз де өте қызықты өтеді. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Ертең кездескенше. Сау. Сау болыңыздар.